театр адамды өзгешіне эмоция берумен өзіне тартады. Біз бүгін соның шын екеніне көз жеткізу үшін Мұхтар Әуезов атындағы драма театрына келіп, Шынар Асқаровадан сұхбат алғымыз кетті. Кішкентайымыздан армандадық. Біз үлкен отбасынан шықтық, өнерлі отбасынан шықтық. Әкеміз бірнеше аспапта ойнайтын, мандарин, домбыра, прима деген сияқты үйдегі қыздар, ұлдардың бәрі гитарада, барабанда, қобызда, фортепианода ойнайтын. Соның ішіндегі жалғыз мен ғана аспапқа жақын болмадым. Себебі менің таңдаған жолым басқа болды. Өнер адамы әрдайым шабыттанып жүреді. Ол бірақ нәрсемен шектелмейді. Сен бір әдемі әуенді естісең, ол да саған шабыт береді. Бір жерден бір әдемі өлең оқысаң, одан да шабыт аласың. Бір әдемі кездесулерде бір әдемі адамның бір сондай бір әңгімесі, өзінің болмысы, өзінің бір керемет бір энергетикасы, соның өзі де саған шабыт береді. Жастар просто жақсы көреміз. Мен 9-шы сыныпта оқитынмын. Серік Апырымов деген менің жерлесім. Мықты режиссер, өзінің мойындатқан, шетелдерде бірнеше жүлде алған фильмдері. Сол кісінің алғашқы дипломдық жұмысында мен сол жерде қалыңдықтың рөлін ойнағам. Ең алғашқы киноға қадамым сол жерден басталды. Елінің сүйікті актрисасы Шынар Мұқанқызы қашан қарасаңда тірліктің бел ортасында жүреді. Кинода да ел есінде қалатын бейнесі жетерлік. Тележүргізуші ретінде де көпке таныла білді. 5 жыл болдым. Мен өлең оқығанға, болмаса жаңағы әдемі бір жазылған дүниелерді, соларды қиып алып, бір оқып, соның қиялымда жүріп, соларды бір сахналағым келіп жүреді. Жаңа өзім кішкентай бір кісілік спектакльдер қоятынмын, кішкентай болсам да. Бірақ енді мен сондай спектакльдің не екенін түсінбесем де, бізге ауылды жерге қаладан гастрольдік сапармен спектакльдер келеді ғой. Содан көргенім бар еді. Енді ол кезде желі деген дамымаған, теледидар деген енді шығып жатқан. Сол жерден беретін спектакльдерді, соларды көріп армандадым, шынын айту керек. Осыдан 27 жыл бұрын театр табалдырығын аттаған Шынар Асқарова осы бір киелі сахнада талай образдар жасады. Менің қатысуыммен болатын жобалар негізі болашақтың еншісінде. Біз енді алдымызда болжап біле бермейміз, алдын ала бізге айтпайды, сен дайын жүр, біз сені осындай спектакльге алайық деп жатырмыз деп ешкім айтпайды. Оны шешетін бізде көркемдік жетекшілер бар деген сияқты, көркемдік жетекші бар, худсовет бар деген сияқты. Сондықтан болашақтың еншісінде әзірге мен енді осы жылдың басында 2 спектакльді өткіздім. Пигмалион, біреуі Бернард Шоудың, екіншісі Қытайдан келген сәлемдермен Рахымжан Отарбаевтың. Ал енді басқа сала жаңағы кино, теледидар болатын болса, қазір кеше ғана тұсаукесері болды. Қазақстан телеарнасынан, ұлттық арнадан Шатбауыр деген сериал басталды. Сол жерде кішкентай болса да өзіміздің үлесіміз бар. Тайгер фильмде, ол жерде де 1-2 фильм бар. Болашақта Құдай қаласа тұсаукесерінде кездесеміз деген үміттемін.